Армысыздар, сыр жұрты. Тікелей эфирде ақпараттық танымдық жаңа күн бағдарламасы. Бүгін желтоқсан айының 21-ші жаңасы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін республиканың солтүстік, орталық және шығыс облыстарында күн суыт. Түнгі температура мұнда 30-35 градусқа дейін төмендеп, аяз болуы ықтимал. Ал оңтүстікте түнгі температура 12-17-ге дейін төмендейді. Кей жерлерде 20-25 градус аяз болады деп күтілуде. Сондықтан абай болыңыздар. Ал дәл қазір, құрметті көрермен, ауа райының құбылмалығына қарамастан жаңа күндеріңіз жайдары, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деген ізгі ниетпен әсем ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Жайнайсың әркез қызыл гүлдей. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, назданасың қарағаның ай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, күліп қалсаң жүрек жалындай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, сен жоқ болсаң жүрек жалғыздай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, мөлдіреген көздеріңнен ай. Жаным, жаным ай, назданасың қарағаның ай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, күліп қалсаң жүрек жалындай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, сен жоқ болсаң жүрек жалғыздай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, мөлдіреген көздеріңнен ай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, назданасың қарағаның ай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, күліп қалсаң жүрек жалындай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, сен жоқ болсаң жүрек жалғыздай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, мөлдіреген көздеріңнен ай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, назданасың қарағаның ай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, күліп қалсаң жүрек жалындай. Жаным, жаным ай, жаным, жаным ай, сен жоқ болсаң жүрек жалғыздай. Гүлім, гүлім ай, гүлім, гүлім ай, мөлдіреген көздеріңнен ай. Күні кеше шаһарымызда мәнерлеп сырғанаудан ел біріншілігі басталды. Чемпионатта Алматы, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарынан 6 команда, 60-қа жуық спортшы қысқа және еркін бағдарламалар бойынша өнер көрсетуде. Жарыста халықаралық турнирлердің чемпионы жерлесіміз Элизабет Тұрсынбаева да бақ сынамақ. Ендеше чемпионатқа қатысушыларға ақ жол тілейміз. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі күндерек айдары жалғастыратын болады. 21 желтоқсанның еншісіне бұйырған елеулі оқиғаларды ой елегінен өткізейік. Арнадан ауыспаңыздар.
Бүгін сөз жұмбақтың туған күні. Алғашқы сөз жұмбақты құрушы Ливерпулдан Нью-Йоркқа қоныс аударған журналист Артур Уин деген жорамал бар. Осылайша алғашқы сөз жұмбақ 1913 жылы желтоқсанның 21-інде газет бетінде жарияланған. Сондай-ақ Түркменстанның бірінші президенті Сапармұрат Ниязовты еске алу күні. Ал Нидерландыда қасиетті Томастың күні. Бұл күн Рождество демалыстары алдындағы мектептегі сабақтардың соңғы күні болып табылады. 1991 жылдың дәл осы күні 11 тәуелсіз мемлекеттің басшылары жаңа достастықтың тұсауын кесіп, КСРО-ның таратылғанын жариялаған Алматы декларациясын қабылдады. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Осыдан 10 жыл бұрын Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының Израильдегі елшілігі ашылды. Сонымен қатар 1993 жылдың 21 желтоқсанында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен алтын жұлдыз, халық қаһарманы атағы, ордендер, медальдар және басқа мемлекеттік сыйлықтар белгілерінің бейнелері бекітілді. Ал 2007 жылы елбасына Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының құрметті докторы атағы берілді. Бұл бүгінгі күннің айтулы оқиғалары болатын. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыс біздің өлкеміздің ең қатал табиғат құбылысы, әрі апаттар мен төтенше жағдайлардың жиі орын алатын маусымы. Әсіресе апаттардың көпшілігі көліктен келетін ақиқат, себебі жүргізушілердің басым бөлігі қысқа дайындық ретінде шина ауыстырумен ғана шектеледі. Алайда бұл дайындықтың аздығынан көлік сынып, жолда қалып тоңған кезде бірақ түсінесін. Ендеше автомобильдің қай бөлігі дайындықты қажет ететінін керек кеңес айдарынан бірге білейік. Тежегіш жүйесі автомобиль қауіпсіздігін сіздің өміріңіздің айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндіктен дайындықты аса қажет етеді. Егер машинаны қолдан жақында сатып алсаңыз, тежегіш қаптамасын, тежегіш сұйықтығын ауыстырыңыз. Негізі тежегіш сұйықтығы 2 жылда бір рет немесе 60 000 шақырымнан кейін ауыстырылуы қажет. Автомобильдің электр жүйесі де көп назарды қажет етеді. Ал қыс кезінде электр жүйесіне назарыңызды 2 есе арттырыңыз. Бірінші кезекте қыс кезінде аккумулятор батареясының жағдайын жақсартыңыз. Қыс кезінде суық моторды жылдам от алдыру үшін стартердің жағдайын тексеріп, оның электр жүйесін қамтамасыз ететін сымдарының контактілерін таза ұстаған дұрыс. Қақаған қыс кезінде моторға байланысты басты мәселе оның от алуы. Бензиннің нашар булануына келсек, ауа температурасының төмендігіне, сіз машинаңызға қандай жанармай құятындығыңызға және бензинді от камерасына бүркетін құрылғының жағдайына байланысты. Машина моторын қыс кезінде қатты аяздарда қымтаған жөн. Әсіресе Ресейдің тегенедей заманауи машиналары қымтағанды қатты ұнатады. Қымтау мотордың сууына кедергі болады. Біз қысты күні көшеде кеда немесе сандалик киіп жүргендерді көрсек, көңіліміз көтеріліп, немесе байқұстарды аяйтын кезіміз болады. Машиналардың шиналарына да сондай көзқарас қажет. Себебі тиісті шиналардың маусымына сай және техниканы дұрыс қолдану талаптарын орындай отырып, машина дөңгелектеріне кигізу қауіпсіздік шарттарын орындаудың бір түрі. Қыс қателікті кешірмейді. Қыс мезгілінде төтенше оқиғалар мен жағдайлардың туындау қаупі аса жоғары. Сондықтан сақ болғанымыз абзал. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Биыл облыстық төтенше жағдайлары департаменті ең үздік қазақ тілді мекеме атанды. Тәуліктің 24 сағатында кез келген төтенше жағдайларға төтеп беріп жүрген сала мамандары қызмет барысында ішкі сыртқы хал хабарларын тек мемлекеттік тілімізде атқаратын анықталды. Ендеше құрметті көрермен, әңгімемізді одан әрі меймандарымызбен жалғастырсақ, таныс болыңыздар. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бөлім басшысы Ербол Әлшеров және баспасөз хатшысы бас маман Айгүл Нұрманова. Төрімізге қош келдіңіздер. Мына жеңістеріңіз құтты болсын. Ең алдымен осы байқау туралы айтсаңыз, жалпы қанша мекеме қатысты, байқау талаптары қандай болды? Жуырда ғана осы еліміздің тәуелсіздік күні қарсаңында облыс бойынша өткізілген, ұйымдастырылған облыстық және аумақтық мекемелер арасында өткізілген осы ең үздік қазақ тілді мекеме байқауына қатысып, 34 мекеменің ішінде бірінші орынды иемдендік. Әрине бұл бірінші орынды иемденгеніміз біздің мекемеміздің, департаментіміздің қызметкерлерінің еңбегі алдымен, содан кейін әрбір азаматтың парызы ретінде осы мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту және осы іс құжаттарының барлығын қазақ тілінде жүргізу осы азаматтық парызымыз болып саналады. Демек, осы ақпараттандыру жұмыстары, іс қағаздары барлығы тек қазақ тілінде атқарылатын болып тұр ғой? Департаментте негізінен ең алғашқы
осы қазақ тілді мекеме ретінде мекеме ретінде барлық іс құжаттар қазақ тілінде жүргізіледі және мемлекеттік тілде құжаттар алмасылады. Оған қоса егерде арыз шағымдар болмаса басқа тұрғындардың өтініштері басқа тілде келіп түскен жағдайда тағы да қосымша қазақ тілінде беріледі қосымша. Өте жақсы. Ал бүгінгі күні енді департамент құзырында қанша қызметкер бар, қанша бөлімдер бар? Қазіргі кезде департаментте қызмет етіп жүрген азаматтардың саны 96. Оның ішінде әртүрлі бөлімдер бар және басқармалар бар. Оның айта кететін болсақ, азаматтық қорғау басқармасы, бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызмет басқармасы, сонымен бірге мемлекеттік өрт бақылау бөлімдері және басқа да бөлімдер, топтар еңбек етіп жүр. Осы ішінде онымен бірге айта кететініміз, департамент тек қана өзі қызмет етіп қана қоймайды, сонымен бірге ведомстволық бағынысты және төтенше жағдай болған кезде бағынысты мекемелер бар. Оңтүстік өңірлік аэромобильдік жедел құтқару жасағы мекемесі, онда 73 адам қызмет етеді. Сонымен бірге өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметі жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесі, өрт сөндіру ісімен айналысатын, онда 500-ден аса адам қызмет етеді. Сондай-ақ жаңағы апаттар медицинасы орталығы мамандары, онда да қызметкерлеріміз бар. Түсінікті. Енді биылғы жылы атқарылған жұмыстар турасында айтып берсеңіздер. Биылғы жылы облыс бойынша 11 айдың есебімен 424 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Содан 18 миллиондай астам шығын келтірілді. Осы біздің жаңағы жоғарыда айтқан бөліммен, өртті мемлекеттік бақылау бөліммен саралап талдау жасағанда 70% тұрғын үйлерде болып отқаны анықталды. Осы орайда бөліммен, одан бөлек жаңа қарасты аудандық, қалалық басқарма бөлімдермен бірігіп біз алдын алу бағытындағы жұмыстарды өзі жүйелі түрде атқарудамыз. Оның ішінде айтатын болсақ, мысалы осы 11 айдың көлемінде 800-ден астам нысанға өрт техникалық тексерулер жүргізді. Осы бізде қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің бабына негізінде 400-ден астам лауазымды тұлғаға айыппұлдар шарасы көрілді. Одан бөлек бізде ең қарқынды жүретіні өрттің алдын алу, болдырмау, адам өмірін құтқару аясында үгіт насихат жұмысы қарқынды жүргізіледі. Ол орайда жаңағы тұрғын үйді аралап ақпараттандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі. Бұдан өзге дегенде қыс мезгілі апаттың ең көп орын алатын маусым ғой. Осы төтенше жағдайлардың, апаттардың алдын алу үшін тағы қандай шаралар атқарылады сіздерде? Бұл бойынша бізде маусымдық шаралар болып бөлінген, іс-шаралар болып, мысалы қазіргі кезең жылу беру маусымы болып аталады. Жылу беру маусымында бізде Қызылорда облысында тұрғын үйлердегі пештің ақауларынан өрттердің көбеюі, жаңа айтып отқанымдай 70% тұрғын үйлерде болып отыр осы өрттердің. Сол себептен бізде әр жұма күні департамент бастығының бұйрығымен, одан бөлек комитеттен нұсқаулықтар келіп отыр. Сенбілікте, жұма күні ғана емес, сенбілікті де ұйымдастырып, 2 күнде аралау жұмыстарын, тұрғындарды аралап, үгіт насихат жұмысын жүргіземіз. Ол жерде листовка, жадынамалар, пешті қалай пайдалану, моржаны тазалау уақытылы, сондай талаптар қойылып отыр. Қадағалайсыздар ғой сіздер. Түсінікті. Енді бұдан өзге де қандай біздің өңірімізде, біздің аймақта осы ең көп орын алатын қандай төтенше жағдайлар бар? Тілсіз жау деп жатамыз, өрттен өзге де. Әрине, бұдан өзге әртүрлі төтенше жағдай орын алуы мүмкін. Сондықтан да барлық азаматтардан, облыс тұрғындарынан сұрайтынымыз әрқашанда қауіпсіздік ережелеріне баса назар аударып, осы қағидаларды естен шығармауды ұмытпауды сұраймыз. Мысалға айтатын болсақ, үйден шығып бара жатқан кезде бала болсын, үлкен болсын, электр, тоқ және пеш қондырғыларына аса мұқият болып, оларды сөндіріп кетуді ұмытпасын. Сонымен бірге көшеде жүрген кезде, көлікте жүрген кезде бүкіл қауіпсіздік шараларын мән берсін, өйткені көліктегі апат та қазіргі кезде жиілеп кетті. Сонымен бірге кез келген, енді біздің облысымызға көбінесе жаңағы қауіпті деп санайтынымыз енді қазіргі уақытта су тасқынына байланысты айтуға болады. Бірақ қазіргі уақытта енді әртүрлі болжамдар бар.
нақты болжам жоқ, бірақ дегенмен гидромет мекемесінің мамандарымен, сонымен бірге өзіміздің департаменттің төтенше жағдайдың алдын алу бөлімдерінің мамандарымен ұдайы мониторинг жүргізіп, осындай болжамдар жасалып отырылады қазіргі уақытта. Мен бір қосып өтейін. Қазіргі таңда қарқынды жүріп жатқан бір іс-шараның аясында шырша жаңа жылдық мерекеге байланысты пиротехникалық бұйымдарды пайдаланбау жөнінде базарларда рейдтер ұйымдастырып жатырмыз. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп. Осы орайда бізде қолданысқа енгізіледі, лицензиясы жоқ пиротехникалық бұйымдар кіріп жатыр. Сол бұйымдарды оның құжаттамасы болмағаннан кейін оның нұсқамасы жоқ, пайдалану ережесін сатып отқан кәсіпкер де білмейді. Сол себептен оның арнайы негізі өзінің үйім болу керек, өзінің ғимараты болу керек, барлық саладан тексеруден өткен, ондай облысымызда тіркелмеген нысан. Сол себептен қазір кіріп жатқан бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады деп ескертеміз. Құлағдар етіп қойып отырсыз ғой, көрермендеріміз. Түсінікті. Енді осы құтқарушылардың, жалпы төтенше жағдайлар қызметкерлерінің спорттан хабары бар, шыныққан жандар екені белгілі. Ал білімділік жағынан, білік жетілдіру курстары жағы қалай? Жалпы департамент бойынша осы жылдың қорытындысын қарасақ, 38 қызметкер әртүрлі курстардан және біліктілік арттыру орталықтарына өткен және семинарлар, тренингтерге қатысқан. Соның ішінде ең бір айта кететініміз, бір қызметкеріміз Америка құрама штатында болып, ондағы төтенше жағдайды жою жұмысымен танысып, сонда семинарға қатысып қайтты. Бақтияр Тұрманов деген бөлім басшымыз сол жаққа барып өзінің білімін шыңдап, тәжірибе алмасып қайтты. Сонымен бірге 4 адам Беларусьда өткен арттыру курстарында біліктілігін шыңдаған, және қалғандары Көкшетау техникалық институты бар, одан кейін Ақтөбе, Алматы, Астанадағы өңірлік орталықтарда білімдерін шыңдады. Ал қоғамдық шараларға белсенділіктер қалай? Қауіпсіздікті енді көбінесе өздеріңіз білетіндей, төтенше жағдай қызметкерлері мейрам күндері, кәсіби күндері шынында да осы халықтың, облыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлығы күзетте, барлығы осындай кезекшілікте тұрады ғой. Дегенмен де оған қарамастан қоғамдық шараларға белсене атсалысып келеді. Оның үшін айтатын келсек, жаңағы сәбилер үйіне бірге шараларына атсалысу, қарттар үйіне бірге олармен жаңағы мерекелік шараларда бірге араласу, сонымен бірге айта кететін болсақ, бізде жаңағы өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметі, жұмыстар қызметі мекемемізде соның жанынан құрылған Сірлебі оркестр бар. Сол оркестр бүкіл облыстағы шаралардың барлығына атсалысып, осы өнерін көрсетіп жүр. Және Астанада, осының Алматыда осының өнерлерін көрсетіп, өздері жақсы жағынан танытып келеді. Ербол мырза, енді өзіңіз осы өрт сөндіруші қызметкері ретінде айтыңызшы, жалпы судан құтқарушылар болсын, төтенше жағдайлардың алдын алу қызметкері болсын, бойында ең алдымен қандай қасиет болу керек? Ең алдымен біздің қызметте өздеріңіз білесіздер, адам өмірі құтқару аясында шыны керек адамгершілік қасиет болу керек деп ойлаймын. Одан бөлек денсаулығы мықты, күші көп азаматтар болу керек. Өзіне сенімді, батылдық болу керек дейсіз ғой. Ол жағдайлар болмаса, апат деген айтып келмейді. Өртте тілсіз жау, білесіздер, аяқ астынан болған жағдайда дереу шешім қабылдап, іс-әрекеттер жасауға дайын болу керек. Оған қоса қосып айтатын болса, мысалы өзінің кәсіби біліктілігі, кәнігі шебер маман иесі болу керек. Соның бірге жауаптылығы мықты болу керек. Өте жақсы. Төрімізден табылып, қызықты сұхбат құрғандарыңызға көптен көп рахмет. Қашанда осы жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болсын. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Экзотикалық жеміс түрі ананасты білмейтін, танымайтын адам жоқ шығар. Әсіресе жаңа жылда әрбір отбасының дастарханынан табылатын бұл жемістің адам денсаулығына пайдасы мол. Оның құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен және түрлі аурулардан құтқарады. Өзге де қасиеттері жайлы келесі бейне ақпаратта. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ананастың көптеген аурулардың алдын ала хабарын алуға тигізер көмегі де аз емес. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стакан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал.
Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ол еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Сондай-ақ құрамында бета-каротин мен А дәрумені бар ананастың көзге пайдасы көп. Тіпті қартайғанда да көру қабілетіңіз бұзылмайды. Сонымен қатар ананаста қызыл иегіңіз бен тісіңізді қатайтатын С дәрумені бар. Ол пародонтоз ауруынан аман сақтайды. Бұл жемісте калий бар болғандықтан гипертонияға қарсы күреседі. Сондай-ақ ананас сіздің сүйектеріңізді қатайтады. Себебі онда марганец пен кальций көптеп кездеседі. Бір стакан шырынның өзінде 73% марганец бар. Ол күнделікті мөлшерге жеткілікті. Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметі бір қалыпты жұмыс істеу үшін ананас шырынын ішіп тұрғаныңыз абзал. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 100 нақты қадам ұлт жоспарында адам капиталының сапасын көтеру жайында біршама міндеттерді алға қойды. Осы орайда адамдардың жаңаша ойлауына бағыт беріп, мотивациялық көтеру, тиімді шешім қабылдап жетістікке жетуіне қозғау салуына бірқатар септігін тигізетін TEDx форматындағы бейресми форумдардың қоғамда маңызы зор. Әлемнің дамыған елдерінде мегаполистерді тек лайықты идеяларды тарату мақсатында және жетекші ойшыл спикерлермен жетістікке жеткен адамдардың қатысуымен өтетін еркін форматтағы форум біздің аймақта биыл алғаш рет ұйымдастырылды. Ендеше құрметті көрермен, әңгімемізді одан әрі тарқату үшін аталған форумды ұйымдастырушы мейманымызбен жалғастырамыз. Ендеше таныс болыңыздар, Тұран өңірлік даму қоғамдық қорының директоры Жасұлан Серіков. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Байланыс телефонымыз әдеттегідей 27 90 20, қала коды 72 42. Төрімізге қош келдіңіз, Жасұлан мырза. Саламатсыз. Енді осы форум жайлы айтсаңыз, жалпы осы TEDx форумы деп жатамыз ғой, бұл форумның ерекшелігі неде? Әрине, бұл 100% TEDx емес, біз бірақ соны ережесіне сәйкес, соны толықтай форматына сәйкестендіруге тырыстық мүмкіндігінше. Неге өйткені біз TEDx жасамадық, оған бір жыл бұрын лицензиясын алу керек болады, ол ақша тұрады, және бір жыл бойы дайындалу керек болады, және өзіндік бір шамалы кедергілері бар. Әзірге ондай болмаса да, біз соған ұқсасты форматты ретінде сондай бір Орда Ideas деген атты ойлап таптық та, сөйтіп бастадық форумды. Бұл енді қарапайым форумдардан айырмашылығы неде? Негізі форум, конференция деген сөздің өзі бір ресми мағына білдіреді. Мысалға, біз сондықтан біз оны қатты қолданбаймыз. Бейресми форум дейміз, бейресми конференция деген айтамыз, болмаса галстуксыз кездесу дейміз. Мысалға, ол жердегі айырмашылық, ол жерде міндетті түрде галстуксыз келу керек азаматтар. Және жаттанды бір қағазға қарап бір дәріс оқуға болмайды ол жерде. Әркім өз өміріндегі болған бір сәтсіздіктен қалай шыққандығы және мақсат сол жердегі жалпы ресми кездесулерде болмайтын әңгімелер. Мысалға, бір адам жетістікке қалай жетсе, қандай қиындықтан өтті, қалай содан өтті, қалай сосын жетуге болады, қалай кеңес береді деген сияқты. Осындай өзінің идеясымен, өзінен өткен өмірінде өткен жолымен бөлісе алады. Сол арқылы тыңдармандар бір өзіне қажетті нәрсені алып шығады сол жерден. Ал кешегі өткен, жаңа өзіміз айтып өттіңіз, Орда Ideas деп ат қойдыңыз деп. Осы форумның жалпы маңыздылығы неде? Қандай тақырыптар болды? Маңыздылығын бірінші жаңа өзіңіз де айттыңыз. Әрине, Қазақстанның осы 30 елге кіру үшін адам капиталының өте көтеруге байланысты үлкен елбасымыз тапсырма берген болатын еді. Соған байланысты әртүрлі жұмыстар атқарылып жатыр, бірақ біздің осы азаматтық қоғамның атынан да осындай бір керекті қадамдар жасайық деген біз шешім қабылдадық. Сондықтан кеше Орда Ideas деген атын ойлап таптық. Шын айтқанда қысқа уақытта біз осыны ұйымдастырдық. Және де ұйымдастырушы топта көп адам болған жоқ, 2-3-4 адам ғана болды. Және бізге қаржылық қолдау көрсеткен Каспий банк акционерлік қоғамы, ол Алматыдағы бас ғимарат, бас офисі, және Қызылорда Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің басшылығы сондай толықтай қолдап, жақсы деңгейде өтуге сондай үлес қосты. Кеше жақында болған форумымызда көптеген әртүрлі тақырыптар қозғалды. Мысалға, қазіргі біз қоғамға қандай дағдарыс тақырыбы кезінде қандай тақырыптар қажет? Ол қаржылық сауаттылық, отбасы бюджетін жоспарлау, кәсіпкерлік негіздерін игеру деген сияқты. Мысалға, қиындықтан қалай шығу керек деген сияқты, шешім қабылдау деген сияқты. Мысалға, Алмас Өтешев деген біздің жерлесіміз әлем чемпионының күміс жүлдегері, Азия чемпионатының 2 дүркін чемпионы. Сол өзінің өміріндегі сондай қалай осындай қиындықтан қалай осындай дәрежеге жетті.
Кейде біз кездесулерді естімейтін сөздерді естіп қалай сол қиналғандығын айтты. Сол арқылы көп жастар сондай бір жігер алып, қарапайым ауылдарынан шыққан бала, қарапайым отбасынан шыққан адам қазір кәдімгідей ақш-та осындай әлем бойынша екінші орын алу деген сондай жетістікке жеткендігі туралы айтып берді. Мысалы Мұрат Абдулламитұлы Әбенов деген біздің жерлесімізде, ол кісі де келіп спикер болды. Білім саласындағы байланысты өзінің тәжірибесін, әртүрлі ұсыныстарын әртүрлі айтты. Ол көбінесе жастарға қажеттілігі нәрсе деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайда адамдар еңбек нарығында өзін кейде ұсына алмайды. Ұсынылса да оған қажетті бәсекелестік ортада өзін сол жерде бір жұмыс орынға тіркелуде қиындау. Сондықтан әртүрлі қызықты ойлар айтылды. Және үшінші спикеріміз болды, ол Астанадағы білетіндердің бірі, осы Хайли Бери Астана мектебі бар. Осы Орта Азияда ағылшын мектебі тек қана екеуі орналасқан, оның өзі Қазақстанда Алматы мен Астана қалаларында орналасқан. Сол мектептің орынбасары Геррит Стэмп деген кісі келіп, сол бизнеске байланысты қандай негізгі болу керек қасиеттер болу керек адамда, жүргізген кезде қандай қателіктер жасамау керек деген сол сияқты ақпаратты айтып берді. Осы негізгі қазір бүгінгі таңда қандай қажетті тақырыптар, осыны біз қозғадық. Жалпы осы әр спикерге қанша уақыт берілді? Негізі TEDx форматына сәйкес негізі 20 минут уақыт берілу керек. Және ол жерде сұрақ қойылмайды. Өйткені әр адам өзінің ойын айтады. Әрине тыңдарман оны келісе ме, келіспей ме ары қарай өзі біледі. Бірақ біз енді сол алғашқы рет болған соң, және енді қазақпыз ғой, сөйлескіміз келеді, сұрақ қойғымыз келеді, және біреуде мүмкін айтатын көп бар. Сондықтан біз шектеу қойған жоқпыз. Біреулер 25 минут, 30 минут айтты, біреулер 20 минут айтты, және сұрақта қоюға мүмкіншілік берді. Өйткені залда сұрақ қоямын деушілер өте адамдар көп болды. Біз әдейі сондай сұрақ қоюға мүмкіншілік көп болсын деп әдейі жиын біткеннен кейін келесі залда кофе брейк ұйымдастырдық. Сол кофе брейктің шайдың үстінде фуршет ретінде сол жастар келіп сол азаматтармен сөйлесе алуға, сұрақтарын қоя алуға, әртүрлі сол бізде 3-4 спикер болды, солардың қасында 10-20 адам топтасып, шайдың үстінде әңгімелесіп отырды. Өте сондай бейресми қарым-қатынас болсын деген сияқты. Біз шамамен 300-400 адам шақырдық, залға 400-ден астам адам сият. Мен ойлағам, әдетте шақырған адамдар жартысы келмейді. Барлығы түгел келді, біз өзіміз таң қалдық, және біткен соң. Бұл да бір үлкен жетістік. Бір де жетістік, бір шетінен мүмкін атына қызықты ма, және шыққан кезде мен уайымдадық, қалай әсері балды ма деп көп нәрсе. Өткен шын айтқанда аз уақыт болғаннан кейін айда-шүйда біз бір әттен-ай нан сеп үлгермедім деген бір моменттер болды, сәттер болды. Сонда да қалай болды десек, бәрі қайсы келіп алғысын айтып, мынандай бірінші рет болды Қызылордада іс-шара. Әрі қарай жалғасу керек, жалғасын табу керек деген ұсыныс айтқандар болды. Кейбір достарымыз әрі қарай жасайық, қолдау көрсетейік, бірге істейік деген сияқты ұсыныстар болды. Енді біз әрі қарай бұнымен тоқтап қалмай, әрине бұл үлкен 400 адамға залда емес, негізі Алматы Астана қалаларында 20-30 адам жиналып, осындай бір бөлмеде керекті 4-5 спикер, 200 спикерді шақыртып, сонда кездесулер болып тұрды апта сайын, әртүрлі ай сайын. Соны Қызылорда жалғастырмақшы ойымыз бар, бірнеше жерлеріміз ойып тұрмыз. Сол кезде адамдарды шақыртып, сөйлейтін адам және таңдайтын адамдарға сондай жалғастырмақшы ойымыз бар. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 3 спикер болды деп. Одан өзге де спикерлер болды ма жалпы? Одан да өзге де спикерлер болды, жерлестеріміз. Білуімше бұл форматта спикерлер көбіне жаңағы үлкен танымал тұлғалар болу керек, е? Енді әзірге негізі танымал тұлғалар болғаны дұрыс, бірақ ол шарт емес. Мысалға, Алматыда болсын, Алматыда көбінесе болады, және мегаполистерде, әлемдің үлкен қалаларында, Европада, TEDx'ке қарапайым адам танымайтын азаматтар да шыға алады. Ең маңыздысы оның айтатын сөзі болу керек, және ол халықты қызықтыра алу керек. Үшіншіден, бір ой тастау керек бір ортаға. Ол студент болуы мүмкін бір қария кісі болуы мүмкін, зейнет жасында. Жақында мысалға TEDx Астана болды, 2 жыл бұрын ба, қателеспесем. Сол кезде бір қария кісі келіп өзінің ұсынысын айтты. Әжетханаларда қағаз болады, қол сүртетін. Сол қалай қағазды аз қолдану керек өзінің ұсынысын айтты. Өйткені қағаздар қолданған кезде әлемде пәленбай 1000 ағаш кесіледі екен. Егер де біз қолымызды сілкіп барып қолымызды сүртсек, сол бір қағаз ғана кетеді, 2 қағаз емес, сол кезде кесілетін ағаштардың саны 2 есе азаяды деген сияқты осыны айтты. Енді біз қазақпыз ғой, енді қол сүртемейміз. Сондай әртүрлі қызықты ойлар болады. Адамның зерттеуі, ол жерде ешқандай шарт жоқ, сен мынандай тақырыпты айтасың, сен айтуға болмайды деген, әркім өзінің
неге сұрақ қоймайды, сондықтан кез келген тақырып кез келген тақырыпты қоя аласыз. Қызықты. Иә, мүмкін өміріндегі бір бала тәрбиесіне байланысты айтуы мүмкін бір ата-ана. Біреу келіп, мысалға, үйде қалай тиімді уақыт өткізу керек деген сияқты. Біреулер әртүрлі сондай тақырыпты қозғай алады. Енді алғаш рет ұйымдастырылып отыр ғой біздің сыр өңірінде. Енді қызылордалықтар қалай қабылдады жалпы? Көптеген жақсы пікірлер естідім, өзіме келіп айтқандар болды. Әлеуметтік желі арқылы айтқандар болды, өте жақсы нәрсе екен деп. Енді бір шетінен бізге жігер ол ұйымдастырушы топқа әрі қарай сондай ұйымдастыра алуға. Әрине біз алдағы уақытта демеушілер болмаса да сондай ұйымдастырмақшы ойымыз бар. Өйткені бұл қажетті жағдай. Бұл құрал бір әшейін бір жиналыс емес, бір хаттама үшін керек жиналыс емес. Бұл кәдімгідей қатысушылардың бір кереметті, керек қатысушылар, тыңдармандардың бір жақсыға ой келтіретін нәрсе. Оны тек қана біз бір рет қана қолданатын іс-шара емес. Біз ертең әр спикердің видеоларын ютубқа салып қоямыз. Оны әрі қарай бір айдан кейін, бір жылдан кейін де көре алатын болады. Мысалға, жаңа айтқандай үлкен қалаларда болатын осындай кездесулер, бейресми кездесулер әрдайым ютубқа салып қояды. Кейде ең қызықты спикерлердің дәрістері кейде миллионға дейін көретін болады. Өйткені әртүрлі қызықты ой салады. Мен де жеке өзім бос уақыттарым болған, жексенбі күндері ұйықтардың алдында сондай ең қайсысында просмотр көп болады ютубта, сондай жақсы дәрістердің сен өзім қарап аламын. 20 минут уақыт бөлуге болады. Соның үшін көптеген білім, көптеген қызықты ақпараттар жинап алған мүмкіншілік бар. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бұл TEDx форматы емес, соған сәйкес форматтағы деп. Иә, TEDx. Ал енді болашақта нақты TEDx форматын одан әрі бір жалғастыру ойыңызда бар ма жалпы? Иә, менің ойымда бар, тек қана менің ойымда емес. Өйткені мысалға облыс әкімдігінде де достарымыз бар. Оларда да сол ой бар, алдағы уақытта соны істеуге. Бірақ қазір бір өзіндік жаңа айттым ғой, бір күш салу керек, уақыт керек, сондай тұстар бар. Мысалға лицензия алу үшін шамамен $100 жоғары ақша төлеу керек болады, ол сол TEDx-тің өзінің офисына. Және бір жыл бұрын тіркелу керек та, бір жыл бұрын сонымен ақпараттың айналысу керек. Сол кезде мысалға TEDx Қызылорда деген сияқты іс-шарамен бастаймыз. Менің ойымша бұл жаңа имидж үшін керек болуы мүмкін, бірақ біз міндетті түрде бір шетелдің брендін алуға тырыспай-ақ, өзімізбен мысалға Орда Ideas деп, мысалға Business Saturday деп болмаса Saturday Brunch деп әртүрлі GR клуб деп ашсақ болады. Мысалға кәсіпкерлерге есетін бір аптасына бір күн қойсақ болады. Алматыда мен достарым ұйымдастырды. Мысалға GR клуб деген болды. Бұл жерде жастар болсын, болмаса кәсіпкер болсын кетеді азаматтар кәсіпкермен бір кездесумен ұйымдастырады аптасына бір рет. Кіретін мысалға кофе ішу үшін 2000 теңге төлейді. Сол жерде мысалы телевизордан көретін азаматтардың сол көзінше көріп әңгімелесе алады. Әртүрлі мүмкін мемлекеттік мекеменің адамдар келеді, бизнестен бір өкілдер келеді, және жастар келеді. Сол жерде отырып, бір кофенің үстіне әркіммен танысып, визиткасымен бір алмасып, мүмкін біреуі жұмысқа тұрып кетеді кейін, біреуі жаңа партнер табады, біреуі ары қарай жаңа идея болады, мен мына кісі сияқты, мен ертең кәсіпкер болайын деген сияқты әртүрлі болады. Нәтижесі өте керемет. Ендеше жоспарларыңыз алдағы уақытта шешімін тапсын, еңбектеріңіз еселене берсін дейміз. Рахмет. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала берем, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қолбандай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қолаңдай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Бірнеше күннен соң жаңа 2016 жылда босағамыздан аттағалы тұр. Осы жарқын мереке қарсаңында біздің телеарна қызметкерлері жаңа жылдық түсірілімдерді бастап кетті. Әдемі әуендер, ертегілер әлеміне саяхат, қызықты әзілдер, бәрі жаңа жылдық бағдарламалардың өн бойынан табылмақ. Ал кішкентай көрермендерімізді жаңа жылдық тосын сый күтіп тұр. Соған орай әуесқой бейнетаспаға түсірілген шытырман, тылсым, қызықты оқиғаларды біздің редакциямызға әкеп жолдауларыңызға болады. Қалыс қалмаңыздар, әлі талай қызықтар күтуде. Ал біз хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Әрбір жаңа күндеріңіздің жүздеріңізді жадыратып, күндеріңізді қуанышқа толтырсын. Амандықта жүздескенше. Ай менен күнім аймалаған, жайна доста жайна қалам, жүрегі нәзір ғажабым. Қарапайым Қайда қолдарың қайда? ата дәстүр салтын сақтаған, бабасының ақ үмітін ақтаған, балаңмын деп сенің мақтанам, алтын бесігін. Жүрегімен танып ұлысқан, бәрі жақын бір-біріне туысқан, бірлігіміз кетпей уыстан, жасай берсін жарқын есімін. Ай менен күнім аймалаған, жайна доста жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Ай менен күнім аймалаған, жайна доста жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Haydi! Haydi! Şapalak, 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 şapalak! Bilmez. Бауырымдай әрбір баласы, өз үйімдей оның барлық қаласы, қуат берген менің жаныма, самал желі балдай ауасы. Көз тоймайды өзің қарашы, қандай